Бәріңізге сәлем. Бүгінгі сабағымызда пенал тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осындай ескі джинсы шалбары қажет болады. Ең алдымен джинсының балағын кесіп тастаймыз. Және де линейкамен өлшеп 30 сантиметр етіп кесіп аламыз. Сәндік тігісі бар жағы емес, екінші жағын ортасынан кесіп тастаймыз және тігіс тұрған жерді кесіп алып тастаймыз. Енді осы бойға замок қондырамыз. Ол үшін замогымыз қысқа болғандықтан оның екі шетіне бізге дәл осы замоктың размеріндегідей екі мата қажет болады. Яғни мата қиығы. Міне осылай етіп жалғаймыз. Міне заттарымыз дайын, енді тігуге кірісеміз. Ең бірінші осы детальді замокқа қондырып аламыз. Закрепка беріп барып тігеміз. Бекітпе тігіс яғни. Екінші жағына да тігеміз. Замокты ашып барып тігеміз, әйтпесе лапкамыз өтпей қалады. Енді осы замогымызды қондырып аламыз. Екі жағына бірдей етіп, өлшеп артық жерлерін кесіп тастаймыз. Тура матаның жиегіне қойып, лапкамызды замок тігетін лапкаға ауыстырып барып тігеміз. Сонда замоктың жиегіне әдемі етіп тігіледі. Барынша түзу тігуге тырысамыз, себебі бұл бізде ең әдемі көрінетін жер. Екінші жағына да дәл осылай етіп тігіп аламыз. Екінші жағында осылай бастырып тігіп аламыз. Қалың жерге инеге, яғни лапкаға көмек береміз, сонда инеміз сынбайды, әрі түзу шығатын болады. Замокты міндетті түрде жылжытамыз, сол кезде тігісіміз бір тегіс болып шығады. Соңына дейін осылай түзу етіп тігіп шығамыз, және закрепка беруді ұмытпаймыз. Оң бетіне аударып, тексеріп көріп аламыз. Егер замогымыз тура шықса, қайтадан теріс бетіне аударып, замокты дәл ортасына келтіріп қойып, сантиметрмен екі жағынан өлшеп аламыз тура шыққандығын. Тура шыққандығына көз жеткізгеннен кейін барып, екі жағын тігіп шығамыз. Лапкамызды ауыстырып, 0,5 сантиметрден тігіп шығамыз. Екінші жағына да дәл солай тігіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз, сонда тігісіміз мықты болып шығады. Яғни тез сетнемейді. Екі жағында тексеріп көріп, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Төрт бұрышында үш бұрыш етіп жасаймыз. Яғни тігісті ортасына келтіріп, үш бұрыш етіп шығарып аламыз. Сонда міне мынандай төрт бұрыш бізде пайда болатын болады. 7 сантиметрмен линейкамен 3,5-3,5-нан ортасына келтіріп, инемен қыстырып белгілеп аламыз. Төрт жағында осылай 7 сантиметрмен өлшеп, бірдей етіп, линейкамен сызып барып тігіп шығатын боламыз. Міндетті түрде закрепка беріп, төрт жағында осы бор үстімен сызып шығамыз. Тігіп шығамыз яғни. Артық жерлерінің барлығын кесіп тастаймыз. Артық жіптерінде барлығын кесіп тастаймыз. Міне қалтамыз уже дайын. Енді оң бетіне аударып тексеріп көреміз. Төрт бұрышындағы бұрыштарында жақсылап шығарамыз. Замокты жауып көреміз. Міне қалтамыз дайын. Балаларыңызға осылай тігіп берсеңіздер болады. Ал енді ішіне заттар салып көрейік. Қалай шыққандығын.
міне осылай қарандаштарды барлығын маркерлерді барлығын салып қоюға болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.